Тревогадан осознанностьқа келіп дұрыс шешім қабылдау үшін осы техниканы жасаңыз. Біріншіден, ішпен терең демалып дем шығарамыз. Адам стресске, депрессияға, қобалжуға түсіп кеткен кезде бүкіл денесі құрсады, қан тамырларына дейін спазм болады. Терең демалып дем шығару арқылы миға оттегі келіп, сіз осы жағдайыңызды реттейсіз. Екіншіден, фокусты басқа затқа аударамыз. Бөлмеңіздегі сағаттың секундомер стрелкасына қарап отырасыз. 5 минут отыруыңыз мүмкін, 10 минут, одан да көп отыруыңыз мүмкін. Миыңыз тынышталғанша соған қарап отырасыз. Үшіншіден, адамдарда стресс, тревога болған кезде ұйқысы бұзылады. Жатарда бүкіл бұлшықеттеріңізді босаңсытасыз. Фокусыңызды тыныс алып тыныс шығарғанға қоясыз. Барлық негативті ойларыңызды ойша бұлтқа отырғызып, өзіңізден алыстап кетіп жатқан елестетіңіз, өзіңіздің мәселеңіздің оң шешіліп жатқанын ойлайсыз. Осылай жасау арқылы біз өзіміздегі бар фокусты тревогадан осознанностьқа келтіру арқылы ол мәселелерді шешеміз. Осылай бірнеше рет жасау арқылы сіз техниканы жасап бөлісіңіз. Парақшаны ұнаса достарыңызбен бөлісіңіз, ұнамаса просто так өтіп кетіңіз.